Жинаңыздар. Қожа Насирлиннің сіздерге айтары бар. Al halkım, elim jurtum, жиналып қалыпсыздар. Көріп отырсыздар, заман болса мынау. Жалпы менің не айтайын деп тұрғанымды түсініп тұрсыздар ма? Білмесеңіздер, білген кезде шақырасыздар. Ағайын, елім жұртым, білмейміз дегеніміз ағат болған екен. Енді сұраса, білелік деп жауап берелік. Жиналыңыздар, сабыр сақтаңыздар. Қожа Насирлин келе жатыр. Ал, елім жұртым, менің не айтайын деп келіп тұрғанымды біліп тұрсыздар ма? Білсеңіздер, мен несін айтайын? Өздеріңіз бәрін біліп тұр екенсіздер. Ағайын, елім жұртым, білеміз дегеніміз ағат болған екен. Енді сұраса, білетіндер де бар, білмейтіндер де бар деп жауап берер. Қожамызға да оңай емес, сол кезде өз ойын айта жатар. Қожа Насирлинге айтайық, келіп ойындағысын айтсын. Айтар ойын жеткізе алмай шықса ол жүрмесін. Ортаға салсын. Айтайық, обал болмасын, қожамызға да оңай емес. Сабыр сақтайық. Қожа Насирлинді тағы да күтіп алайық. Сабыр сақтайық. Ал халқым, менің не айтайын деп тұрғанымды білесіздер ма? Білетініміз де бар, білмейтініміз де бар. Ойыңыздағын айта беріңіз. Білетіндеріңіз, білмейтіндеріңізді, білмейтіндеріңіз, білетіндеріңізден тыңдаңыздар, сөйтіп үйреніңіздер. Ағайындар, шуламаңыздар. Қожамыздың айтар ойын ойыма тоқыдым. Бір-бірімізге қолғабыс болып, бір-бірімізге білетінімізді көпке шашып жүрейік. Оқыта жүріп, оқи білейік, үйрете жүріп, үйрене білейік. Бәйдібек бабамыз айтқандай, бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай, үйімшіл, бауырмашыл болайық. Дұрыс айтасыз қария. Білімдіден не пайда? Білімі көпке шаш болса. Білгеніңізбен бөлісейік.